Олжабаев Ералы Мырзалыұлы. Достаев Ильяс Ержанұлы. Олай болса, сөз кезегі жалықпас ұрпақтардың төрағасы Жамақаев Алмаз Сабырғалиұлына беріледі. Армысыздар ардақты ағайын, қадірменді туыстар, құрметті төрағалар мен сыйлы қонақтар. Баршаңызды жалықпас бала ұрпақтар ұйымдастырып отырған атаға құрмет, ұрпаққа аманат және Семей ядролық полигонының жабылуына 35 жылдық мерейтойына қош келдіңіздер. Бабамыз кім және қандай болған деген көкейде сұрақтарыңыз болса, шын есімі, шын дәулет, бәлки шын қожа екен. Бізге жеткен аңыз деректерге қарағанда, батыр бабамыз Мейрамсалпы дүние салғаннан кейінгі бәйбіше балаларымен болған ешке талас кезіндегі жанжалда қаракесек, шұбыртпалы, қамбар ағайындармен қатар тұрған жалқын сары шашты адам болыпты. Сырттан бақылап тұрған дуалы ауызды ел ағаларының айтуымен жалықпас атанса керек. Жалықпасты Болат қожаға ұйықтастырып шын қожа деп айтатындар бар. Бірақ ру басы ретінде жалықпас аты қалыптасқан. Тағы бір әңгімелерде шын дәулеттің жалықпас атануы ерінбейтін еңбек қорлығына байланысты десіп жатады. Қалай болғанда да жалықпас сөзінің астарында табандылық ұғым деген ұғым жатыр. Бұл бүгінгі біз сияқты ұрпақтардың бәріне дәйірлік тән қасиет. Құдайға шүкір, қазіргі уақытта жоғарыда аталған 4 бабаның ұрпақтары 4 рулы елге айналған. Сонда біздің жеріміз қайда? Ата жұртымыз қай жерде? Біздің ата мекеніміз Абай облысы Абрал ауданына қарасты Мыржық, Дегелең, Жалаулы таулар аймағы. Әу бастағы қонысты Мыржықтың оңтүстік жаңа шыңғыс бөктерлері. Ақтабан Шұбырдыдан кейін біріккен қазақ елі арқа жерін азат еткеннен кейін Қазбек би бастаған көшпен бірге Дегелең, Мыржық тауларының бөктерлеріне қоныстаныпты. Ресей патшасы кезінде де, Кеңес үкіметінің кезінде де сол жерлерді мекен еткен. Кейіннен Кеңес үкіметі 49 жылдан бастап Дегелең, Мыржықты Семей ядролық сынақ полигон жерлері ретінде алса, атақоныс жерлерінде отырған туысымызды жан-жаққа бөліп көшірген кезден бастап ағайын арасы ажырап кетті. Біріміз шығыста, біріміз орталықта, тіпті оңтүстікте, енді кейбіріміз шетелдерден бірақ шығыппыз. Бұл жиын шартарапқа шашыраған туыстардың басын біріктіріп, бабамызға ас беріп, және өскелең ұрпаққа ата жұртымызды, елімізді салт дәстүрмен, табиғатымен таныстыру болып табылады. Құрметті ағайындар, біріміз Қайнарда, біріміз Семейде, Қарауылда, Жармада, Аягөзде, Қарағанды мен Астанада тусақ та ол маңызды емес. Маңыздысы жалықпас болып дүниеге келген соң қасқалдақтың қандай, шыбындай жанның қалғанша қазақ ел үшін, қазақ жер үшін мысқалдай болса да әрекеттеніп еңбек етуін керексің. Семей ядролық сынақ полигонының орны болған атақоныс жерлеріміз қазіргі таңда өкінішке орай өмір сүруге жарамайды. Жарамсыз болса да ол біздің жеріміз, ол қазақтың жері. Жалықпас ұрпақтары жан-жақта жүрсе де ақылымен, дүниетаным көзқарасымен және табанды да қажырлы еңбек арқылы барлық салаларда ерте заманнан қазіргі уақытқа дейін биіктерден көрінуде. Есімдері елге мәшһүр батырлар Бигелді, Кейкі және Бурапай батырларының ерліктері ел аузында. Басқа да атақты аталарымыздың біразымен таныстырып өтейін. Танаш Шыныбайұлы 1867 жылы мұрағаттағы хат бойынша Қарқаралы округінің заседателі болған. Ол атақты Қарқаралы округінің 18 жыл қазысы болып, қазақ еліндегі ең әділетті қазы, ең әділ би ретінде марапатталған 6 адамның бірі. Алтынымен қоса 6 медальға ие болыпты. Жалықпастың жиені Мәди Бәпиұлын бәріңіз білесіздер. Халық арасында оның Қаракесек, Шұқара, Мәди, Шіркінай және тағы басқа әндер кең таралған. Мәдидің шешесі Шыныбай қажының туған ағасы Бітібайдың қызы. Аймағұлы Рақыш 1876 жылы жастайынан Ташкентте, Бұқарада, Қоқандта жан-жақты терең білім алған. Қазірге дейін талай адам Рақыш молдан әулие тұтып, бейітіне зиярат етеді. Заманында атақты болған Әбеу Бәккер. Ол қазақ автономиясының Қарқаралыда өткен тұңғыш тойында бәйгеге өзінің құлатын қосады. Басқалар сыйып құйымшақ деп кемсітіп тізімге қосқан сол құлат аламан бәйгеде 80-90 аттың ішінде бас бәйгені алады. Түсіпов Қайырбек
қазақтың шыққан тұңғыш темір жол министрі. Өкінішке орай 37 жылы қуғынға түсіп, жазықсыз репрессияланған. Қазақтың туа біткен жұлдызы, Римде өткен дүниежүзілік олимпиаданың күміс жүлдегері, КСРО құрама командасының мүшесі, атақты желаяқ Усман Қосанов дүниежүзіне мәлім спортшы. Ол артына тұғырға шығар жол атты кітапта жазып қалдырған. Тағы бір айта кетер атамыз Жампейісұлы Қамаш. Ол кісі 32 жылдар ашаршылық кезіндегі ел аузында қалған Байсқақұлы Ахметқали екеуі сол кісілердің арқасында аман қалдық деген талай әңгіме сөздер бар. Атақты балуақ Сымақтың есімі бүкіл Қаракесекке әйгілі болса, оның баласы Байсейітов Рымбек республикамызға танымал финанс министрі болды. Ұрпақтары қазіргі таңда Қазақстандағы ең ірі 10 жұмыс беруші ұйымды басқарады. Яғни банк-центрлік кредиттік құрылтайшылары мен басқарма төрағасы. Аймақ Мұтан Шәмшінұлы Абралыда мұғалім, мектеп директоры қызметін атқарған. Алматыда жоғары партия мектебін аяқтап, Жарма ауданында партия қызметінде ұзақ жылдар еңбек еткен. Невада Семей халықаралық антиядролық қозғалысының белсенді мүшесі ретінде полигонның жабылуына көп еңбек сіңірді. Мұтан аға атақты Қазбек биге, оның шөбересі Әбиге жиен болып келеді. Шежірешілеріміз атап өтсек, Таупық Рымжанов, Қайырхан Сүлейменов, Қани Жұмаділов, білім ғылымнан академиктер, Болатбек Насемов, Ғалымқайыр Мұтанов, Еренғайып Омар, профессор, ректор, Жармағанбетова Меруерт Совет қызы, мәдениет қайраткерлерінен композитор Сейітқали Қалибеков, Нұридин Именбаев, Саил Татубаев, полиция мен қарулы күштерде істеген жоғары сенімді офицерлер мен генералдар. Атап айтсақ, қазіргі жоғары бас қолбасшының орынбасары генерал Қазкеев Бегайдар, бірнеше жыл резонансты істері тергеуші болған марқұм Қайрат Нұрмағанбетов. Танымал бапкерлерден Дәурен Ораз, Жанат Тайшыбаев, Жандос Асқатұлы, Ахметов Диас Берікұлы, спортшылардан қазіргі заманда бірнеше дүркін Азия марқұм Бегешев Нақыпбек, қазіргі заманда әлем чемпионы Бақытжан Дүйсенбеков, аймақтық біріншіліктерде жоғары орындар алатын Шыңғыс Ризабекұлы және басқалары бар. Социалистік еңбек ері Түйтебек Байсқақов, ардагер теміржолшы Мақсұт Қосжанов, Қазақстанда алғаш театр негізін қалаушылардың бірі Есенжолов Дүйсебай, оқу министрінің орынбасары болған Ораза Есебайқызы, құрылыс министрі болған Әнет Бектемісов, Аяғауыз аудандық бірінші хатшысы болған Ғали Қордабайұлы, Жаңатаста директор болған металлург Хамзин Төлеубек, әртүрлі уақытта ел басқарған Ағыбай Барқалық, Айтқали Тәуекелұлы, Еркін Тайшыбаев, қазіргі уақытта Алматы қаласы Алмалы ауданының әкімі Шамшин Арман Нұржанұлы секілді азаматтарымыз бар. Осы үлкен асымызда Кендірбай, Есілбай, Айкен, Нұржау ағаның ұрпақтары белсенділігімен көз жеткізуде. Қай салада істесек те біз еліміздің дамып көркеюіне, қауіпсіздігіне, біліміне, мәдениеті мен спорт салаларына өз ақылымызбен, қайсар мінезімізбен және табандылықпен көрсетеміз. Жасай беріңіздер, еңбекқор жалғыз ұрпақтары. Мына жылдам ақпарат заманында жасанды интеллект күн сайын емес сағат сайын қарыштап дамып жатқан уақытта Курчатов қаласында ғылыми қала деп мемлекет инвестиция салып жатыр. Сондықтан жастарымызды, болашағымызды білімге, ғылымға үйретуіміз керек. Алтайдан Атырауға шейін қалың жұрт ауылымызға келгенде әлеуметтік желілерді осындай іс-шарамызды естіп біліп, елімізде басталған туған жерге туыңдық бағдарламасына сәйкес шалғайда қалған ата жұртымызда жалпақ бабамызға үлкен ас беру арқылы мақсатымыз ағайынның басын қосу, келер ұрпаққа қазақтың заңдары мен заманға сай дәстүрлерін үйрету, білімді, тәрбиелі, салиқалы ұрпақ етіп тәрбиелеу, ана тілімізді, ұлттық дәстүр мен құндылықтарымызға зор мән бере отырып насихаттау, ұрпақтар сабақтастығын жалғастыру, туған өлкесін танып білу, аялау және қадірлеу, отан сүйгіш сезімділіктерін бала жастан бойларына сіңірген дені сау ұрпақ етіп тәрбиелеу. Қазір қалалы жерде тұрамыз, жеңіл, бәріміз арман қуып, оқу қуып, білім қуып, қалаға көштік. Қала тұржы, бірақ ата жұртымыз, ата мекеніміз бәрібір қазақтың қанында бар.
әрқашанда жадымыздан шықпайды. Бүгін осы аста еркін азат қазақтардың барлығы да бізбен бірге. Құрметті қайнарлықтар, асқа келген қонақтар, тәуелсіз қазақ елінің еркін азаматы ретінде мақтанышпен айта аламын. Біз қайнарлықпыз. Рахмет тыңдағандар. Бәрекелді, көп рахмет. Олай болса, шапан жабу рәсіміне кезек берсек. Сіздердің зор қошеметтеріңізбен. Естелік фотосурет. Рахмет.